Сәлем достар, біз сіздермен бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын балмұздақ жасайтын боламыз. Достар, видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бізге 33% сливки және сгущенное молоко, шоколадымыз және май, сливочное масло керек болады. Және мынандай стаканчиктер керек. Ең алдымен сливкемізді осындай шұңғыл ыдысымызға құйып, көлемі ұлғайғанша 1-2 минут миксерлеп аламыз. Бір-екі минут миксерлеп алғаннан кейін оған сгущенное молокомызды қосатын боламыз. Және біраз көлемі үлкейіп, өзі мороженое дайын болған білінеді. Мороженыйымыз дайын болған кезде біз шоколадымыз бен сливочный масломызды осылай ерітіп аламыз. Және стаканчиктерге қойып, стаканның ішіне осылай шоколадтарымызды жағатын боламыз. Стакандарыңызды тоңазытқышқа салып, шоколады қатқанша қойып қойыңыздар. Кейін осылай балмұздақтарыңызды саласыздар. Міне, менің осындай контейнер ыдысқа, артылған контейнер ыдысқа салдым. Енді кемінде 4 сағат тоңазытқышта тұру керек. Міне, балмұздақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болды. Шоколадты стаканчикке жақсылап қалың қып жақсаңыздар, сырты қалың әдемі болады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Рахмет.